Ассаламалейкум, қадірменді қазақ елі. Бүгін 2024 жылдың қаңтар айының 24-і. Кеше, яғни қаңтар айының 23-і күні біздің Ата-жұрт партиясының мүшесі, Жаркент аудандағы біздің уәкіліміз Мұқайып Серікбай Қашқынбайұлы 5 күнге сотталып кетті. Біреулер айтатын шығар, ойбай 5 күнге неге сонша несі кетеді деп. Жоқ, олай емес. Өйткені Серікбай жазықсыз болатын. Жазықсыз адамның 5 күн емес, 5 сағатқа да, тіпті 5 минутқа да тұтқындалуға, сотталуға болмайтынын барлығымыз білеміз. Ал енді Серікбай жазықсыз бола тұра, жазықты деп табылып, әкімшілік іспенен, яғни 488 баптың 7-ші тармағы деді ғой деймін. Сол бойынша митингге шақырды деген сияқты жаламен сотталды. Ал енді Серікбай не істеді, не бүлдірді? Біздің мүшеміз Мұқайып Серікбай осы бірнеше жылдан бері, анығырақ айтқанда 2022 жылдан бері осы Жаркент ауданындағы диқандардың мұң-зарын осы әлеуметтік желі арқылы қауымға жоғарыға жеткізу арқылы соларға бір септігін тигізгісі келді. Сол Жаркенттегі диқандар сепкен жүгеріні ешкім алмай, жүгері 110 мың тонна жүгері негізінен сасып шіріп керекке аспай жатыр. Ал енді бұл жүгеріні себетін кезде диқандар да ақымақ емес қой. Не үшін барлығы жаппай жүгері септі? Сол кезде сол Жаркенттен шыққан сенатор Серікбайдың айтуынша Закиржан Күзеев деген сенатор сол ауданға барып, сол аудан халқымен кездесіп, жаппай жүгері себіңдер. Мен осында крахмал өңдейтін завод салдым. Сол заводқа барлықтарының өнімдеріңді, яғни жүгерілеріңді сатып аламын. Тіпті бір аудан емес, осы Алматы облысы, тіпті Жетісу облысының жүгерісте мені қамдай алмауы мүмкін. Сондықтан мүмкіндігіміз жеткілікті, алаңсыз жүгері себіңдер деген. Бұл бір. Сонымен бірге Талдықорған жақта да осы халықты жаппай жүгері себуге үгіттеген біздің жергілікті билік. Сол арқылы және кейбіреуіне қарызға, өсімсіз қарыз ақша беріп, жүгері себіңдер деп ынталандырған қарызға. Соныменен халық осы жаңағы айтқан сенатордың сөзіне, сосын кейін жергілікті биліктегілердің сөзіне сеніп, жаппай жүгері сепкеннен кейін, ал енді жеме-жемге келгенде ол жүгеріні алатын адам болмай қалған. Тонысын тіпті тоннасын тазаланған жүгерінің тоннасын 40-50 мың теңгеден алатын адам шықпай, соныменен диқандар қайда барарын білмей, сол кезде осы біздің Серікбай осы халықтың жағдайын әлеуметтік желі арқылы айтып, осыған бір шешім болама деп үміттенген. Және осы халыққа бір өзінің көмегін тигізгісі келген. Ал енді бұлардың біздің Серікбайды тұтқындағандағы, оны 5 күнге соттағандағы жаңағы биліктегілердің уәжі Серікбай митингге шақырды деген. Ана жерде видеосы тұр Серікбайдың. Серікбай алдымен барып, бейбіт митингке рұқсат сұраған. Оның қағазы бар. Ол видеосы да бар. Одан кейін тағы да үйіне қайтып барғаннан кейін видео үндеу жариялаған. Бізге осы әкімшіліктен митингге рұқсат беретін болса, біз митингге шығамыз деген. Ол жерде басы көзі жоқ, митингге шақырған жоқ. Егер де рұқсат берілетін болса деген. Содан кейін жергілікті әкімшіліктен рұқсат берілмегеннен кейін ол митингге болмаған. Яғни Серікбай бұл жерде істемеген, болмаған қылмыс үшін сотталып отыр. Егер де солай болатын болса, солай болады деп айтуға қақысы бар ғой, құқығы бар ғой. Ол неге ол айтуға тиісті емес? Ал рұқсат берілмегеннен кейін митингі болмады.
Болмағаннан кейін ештеме болған жоқ. Яғни бұл жерде қылмыс, немесе әкімшілік құқық бұзушылық ештеме болған жоқ. Сол үшін Серікбайды 5 күнге қамап отыр. Енді бұл жердегі көптеген қитұрқылықтар бар. Мен енді осыны кеңірек айта кетейін. Бұл жерде мәселе Серікбайдың 5 күнге сотталуы емес. Мәселе не үшін жергілікті билік бар, сенатор бар, жаңағы айтылған Күзеев, Закиржан Күзеев деген. Бұлар неліктен халықты жаңағы жүгері сеуге жаппай үгіттеді. Тіпті қарызға ақша берді кейбіреуіне. Ал кейіннен неліктен алмай қойды. Жаңағы Закиржан Күзеев дегеннің сол жерде Жаркентте зауыты бар екен деп естідік, осы жүгері өңдейтін, жаңағы жүгеріден крахмал шығарама. Сол зауытын іске қоспай алмай қойған. Ал енді есту хабарға қарағанда сол жерден тәп сондай зауытты Қытайлар салып жатқан көрінеді. Енді анық-қанығын әлде тексеру керек, бізге жеткен ақпарат солай. Енді бұл жерде бір үлкен қитұрқылықтың шеті қылтиып тұрғанға ұқсайды. Себебі білесіздер, Қытайлар біздің жерге көз алартып, Балқашқа дейін алып кеткісі келіп жоспарлап отырғаны, және оны жай ғана жоспарлап қойған жоқ, нақтылы әрекетке көшкені көрініп тұр. Олар баяғыда Балқашқа дейін Қытайдың жері деп өздерінің әскери оқу орындарына, әскери академиясына дейін оқытты. Мектептің оқулықтарына да кіргізді. Яғни өз халқын осы Балқашқа дейін, Қазақстанның Балқашқа дейінгі территориясын жаулап алуға, тартып алып кетуге идеологиялық жақтан дайындап қойды. Ол бір ма, екіншіден осы Қазақстандағы жағдайды да оларға өздеріне бейімдеп дайындап жатыр. Соған біздің билік сәйкесіп қызмет істеп жатыр. Яғни Қытайларға Балқашқа дейін беруге жерді дайындап жатыр деп ойлаймын. Осындағы нақтылы түсіндіре кетейін. Осы Алматы облысында, Жаркенттегі және де Талдықорғандағы дихандардың өнімдерін алмай, оларды жерден ешқандай пайда таба алмасын, алған қарыздарын қайтара алмасын деп отырғанға ұқсайды. Сол арқылы сол жергілікті халықты жерден безіндіру. Ал кейбіреуін, жоқ енді биыл зиян тартсам зиян тартайын, келесі жыл тағы да бірдеме сеуіп пайдасын көрермін деп дейтін халық болса, ол халықты жаңағы қарызын қайтара алмайды ол. Өйткені жүгері себу үшін қарыз алды. Ал енді жүгерісі түкке жарамай қалғаннан кейін ол енді қарызды қалай қайтарады? Қарызы қайтар деп қысайды, одан кейін қарыздың орнына жерін тартып алады. Осы жерлерді тартып алу арқылы кімге береді бұл жерлерді? Бұл жерлерді енді Қытайда міне визасыз келіп жалақтап отырған Қытай билігі жоспарлы түрде жіберіп отырған тырнақшаның ішіндегі инвесторларға, шынын айтқандағы шапқыншыларға береді. Сол арқылы осы жерлерді Қытайдың қолына біртіндеп өткізуге әрекет жасалып жатқанға ұқсайды. Мен солай ойлаймын. Өйткені менің олай күдіктенетінім, бізде ондай жағдай болмай қалған жоқ, болды. 1997 жылы осы о кездегі міне Алматы облысы, одан кейін Шығыс Қазақстан облысының құрамында болған, қазір енді Абай ауданы деп аталып отыр ғой, Абай облысы деп. Соғанға дейін осы Алматы облысынан тартып, қазіргі Семей Абай облысына дейінгі Қытаймен шекарадан 150 мың гектар жер Қытайға беріліп қойды. 97 жылы беріліп кетті ол жер. Бұл ақпаратты біз қайдан білдік? Осы Қытай менен Қазақстан осылай шекараны белгілейміз деп сылтауратып, Қытайға жер беріп жатқан кезде, сол шекараны бекітуге Қытай жағынан қатысқан Қытай азаматы қазақ, ұлты қазақ кісілерменен әңгімелестік, және сол әңгіме бізге толығымен жетті. Сонда Қытайдың қазағы осы әңгімені бізге жеткізді. Сол кезде былай бопты. Қазақстан жағынан бір топ адам, Қытай жағынан бір топ адам, оның ішінде ұлты қазақ бірнеше адам бар. Осы шекараны белгілейміз деп, Қазақстан шекарасына кейбір жеріне 20 шақырым, 25 шақырым, кейбір жеріне 50 шақырымдай кіріп кетіпті. Кейбір жерлерден.
Ал кейбір шұрайлы жерлерге келген кезде біздің Қазақстанның атынан шекара белгілеп жүрген азаматтар, ол азаматтар өте ұлтшыл, жақсы азаматтар болғанға ұқсайды. Мына жерді бермейміз, бұл жерден сендерге жер бермейміз деп келіспей қояды екен. Келіспей қойған кезде сол жердегі қытайлар ала сал Пекинге қоңырау шалады, Пекиннен Астанаға қоңырау шалынады, Астанадан сосын кейін жаңағы біздің Қазақстан жағынан жүрген кісілерге қоңырау түседі, сұраған жерін беріңдер деген бұйрық беріледі. Сол кезде Қазақстан жағынан шекара бөлуге қатысып жатқан азаматтар кетіп бара жатқан жердің, Қытайға кетіп бара жатқан жердің жусанын ұстап, отырағап сол жусанды ұстап жылаған. Сол әңгімесі бізге жетті. Сол кезде Қытайға 97 жылы сөйтіп 150 мың гектар жер кетіп қалған. Ал енді оны көп жылдың алдындағы десеңіздер, 2015-16-дан бастап біздің қазіргі Шығыс Қазақстан облысының территориясындағы Марқакөл мен Күршім, осы екі ауданның тұрғындары, Қытай шекарасына жақын тұратын тұрғындарды жаңағы мал өсіріп, жағдай жақсы болып көтеріліп келе жатқан халықтың малына ауру тиді деп малын қырып салды. Біздің билік соны істеді. Сау малды ауырды деп қырып салған. Ол бір. Екінші, сол өзінің ауылынан көшпей қойған, сол жерде отыра береміз деген адамдарды мәжбүрлеп басқа жаққа көшірді. Қалай көшірді? Жаңағы бірінші малын ауру деп қырды, екінші жап-жақсы мектепті жауып тастады. Электр жарығын қиып тастаған. Пошта, сол жердегі халыққа қызмет орындарының барлығын жауып тастаған. Интернет атымен жоқ. Сол арқылы ол жерде адам тұруға қолайсыз жағдайды қасақана қолдан жасағандықтан көптеген адамдар сол жерден көшуге мәжбүр болды. Ал енді естіп жатырмыз, 2019-2020дан кейін ол жерге көптеп Қытайлар келіп жатыр. Ол жердегі әсіресе алтын шығатын кеннің барлығын Қытайлар игеріп, біздің тауымызды қопарып, неше түрлі улы заттарменен жаңағы алтын өндіреміз деп, сол жердегі су көздерін, су қайнарларын былғап жатыр. Қытайлар ол жерде ойына келген істеп жатыр. Ол жерге қазір Қазақстан азаматы Қытайларға беріліп кеткен, яғни кен игереді деген сылтауменен келген Қытайларға беріліп кеткен жерлерге қазір Қазақстан азаматтары жақындай алмайды, өйткені ол жерді қоршап тастаған. Есту хабарға қарағанда ол жерде қоршауын қарулы күзететін көрінеді, қарулы адамдар. Міне, өстіп біртіндеп Қытайға жер беру іске асып жатыр. Ал енді жаңағы біздің Алматы облысы мен Жетісудағы осындай қитұрқылықтардың барлығы сол Қытайға жерді беруге, Балқашқа дейінгі жерді беруге дайындық екені міне осылардан көрінеді. Сонымен бірге байқап отырсаңыздар, қазір Алматының айналасында өте көп құрылыс жүріп жатыр, құрылыс нысандары жүріп жатыр, үйлер салынып жатыр. Бұған біз қуануға тиістедік. Бірақ сол үйлерді қанша қазақ сол салып жатқан үйлерден үй алып жатыр, пәтер алып жатыр. Сол үйсіз, пәтерсіз жүрген кісілердің қатарында мен де бармын. Және осы видеоны түсіріп тұрған Ғалым Рақыжан да бар соның қатарында. Қанша адамды білеміз үйсіз күйсіз жүрген. Үй алдым деген қазақты анда-санда бір естисің, пәтер алдым дегенді. Бірақ Алматының қай бұрышына барсаң да өте жоғары қарқынменен ғимараттар салынып жатыр. Ал енді бұл ғимараттар қазаққа берілмейтін болса, кімге салынып жатыр деп ойлайсыздар? Бұл да жоспарлап отырған, біздің билікпенен Қытай жоспарлап отырған, келешекте әлде де келетін, қазір келіп үлгерген, визасыз режиммен келіп үлгерген, келешекте әлде де келетін Қытайларды, менің айтып отырғаным қара Қытайларды орналастыру мақсатымен салып жатқан болуы мүмкін.
және бұл үйлерде сол Қытайдың берген ақшасымен салынып жатқан болуы мүмкін. Сол Қытай азаматтарына, қара қытайларға арналып салынып жатқан болуы бек мүмкін. Міне осылардың барлығы біздің билік жаңағы біздің территориямызды, Балқашқа дейінгі территориямызды Қытайға беруге шындап кірісіп кеткен сияқты деген ойға итермелейді. Ал енді осы проблемаларды айтып жатырмыз. Әрине, кеше маған бір келіншек хабарласты, телефонды көтеріп едім. Бірнеше минут сөйлей алмай, тек қана өксіп жылады. Ол келіншекті мен танитынмын, бізді қолдаушы болатын. Сосын кейін түсіндім, өте бір көңілсіз жағдайда екенін, сабырлықпенен күттім. Артынан тілге келді, айтты, біздің мына кіріп жатқан, миллиондап келіп жатқан Қытай, енді шыға ма бұлар? Егерде олар шықпайтын болса, сонда біздің осы ата-бабамыз қалдырған осы даламыз, мына тәуелсіздігіміз, сол тістегеннің аузында, ұстағанның қолында кете ма? Біздің елдің тағдыры, тәуелсіздігіміз не болады деп қайта-қайта жылады. Енді бұған шығар жол бар ма? Қандай амал істейміз? Не істесек болады дейді. Мен ол келіншекке айттым. Қазір мен оған қалай жауап бергенімді айта кетейін. Біздің жағдайымыз, қазіргі біздің елдігіміз екіталай. Қазақтың тағдыры қыл үстінде тұр. Егер де дәл қазір оянбасақ, дәл қазір біз дүр ете түспесек, дүр сілкінбесек, елдіктен айырылып қалу қауіп төніп тұр. Бұны мен ғана емес, Атажұрт қана емес, басқалар да айтып жатыр. Бірақ шығу жолы қалай? Осы тығырықтан шығу жолы қалай? Елдігімізді қалай сақтап қаламыз? Тәуелсіздігімізді қалай ары қарай жалғастырамыз? Бұл жерде менің айтатыным, Атажұрт партиясы шығар жолды біледі. Атажұрт партиясы халықты тығырықтан алып шығалады. Оған біздің партия мүшелерінің білім қабілеті де, батырлығы да, батылдығы да, ұлтсүйгіштігі де, және осы 6-7 жылдан бері Қытай коммунистермен айқасып, қазақтың құқығын қорғау жолындағы жинаған тәжірибесі де жетеді. Бізге жетпей тұрған не? Бізге жетпей тұрған халықтың жаппай қолдауы. Егер де осы елдігіміз ары қарай жалғасын десеңіздер, тәуелсіздігімізді сақтап қалам десеңіздер, Атажұрт партиясына мүше болыңыздар. Мен партияны жарнамалау үшін осы сөзді айтып отырған жоқпын. Мен мына тығырықтан шығудың жолын көрсетіп отырмын. Бізге мүше болыңыздар. Біз қазір пиар жасап, тек қана жай жарнама жасайтын, ақықа-ұқа дейтін жағдайда емеспіз. Біз қазір қыл үстінде тұрмыз. Осы беті азып тозып жоғалып кетеміз ба? Жоқ, қайтадан дүркіреген ірі мемлекет құрамыз ба? Осындай шешуші сәтте тұрмыз, сын сағатта тұрмыз. Сондықтан жаңағы кешегі маған хабарласқан келіншек сияқты не істерін білмей, тығырыққа тірелдіғау, мына ел не болады деп алаңдап жүрген барлық азаматтарды, ерлерді және әйелдерді, мейлі ұлты қайсы болады, жасы қаншада, білімі қандай деңгейдесіне қарамай, бізге мүше болыңыздар. Біздің санымызды миллионнан асырып берсеңіздер, біз осы халықты, Қазақстан халқын тығырықтан шығарамыз. Және де біздің санымызды көбейтумен бірге, бізді қаржылық жақтан да қолдаңыздар. Біз сіздерге миллиондап көмектесіңдер, 1 миллион доллар әкеліңдер демейміз. Жай ғана бір мысал келтірейін. Біздің 2 YouTube каналымыз бар. Соны қосқанда, енді мөлшерін ғана айтайын, дәл санын айтпай қойын. 500 мыңнан астам тіркелушіміз бар. Мүмкін 600 мың. Жарайды, 500 мың деп айта салайық. Сол 500 мың халық айына бізге, егерде тұрақты түрде
тұрақты түрде 10 теңгеден көмектесетін болсаңыздар, айында бізге 5 миллион теңге жиналады екен. Қазақстан халқының мейлі жағдайы қандай төмен болса да, айына 10 теңге көмектесе алмайтын адам жоқ. Бірақ бізге дәл қазіргі біздің жағдайымыз қалай екенін білесіздер ме? Дәл қазіргі жағдайда бізге 500 мың теңге кейде жиналады, кейде жиналмайды. Сондай жағдайдамыз. Ал біздің арқалаған жүгіміз елдің елдігін сақтау. Осы біздің байтақ даламыздың амандығын қорғау. Осындай үлкен мақсат. Бүкіл миллиондаған қазақтың құқығын қорғау. Осындай үлкен ұлы мақсат жолында күресіп жүрген біздің жағдайымыз солай. Ал енді жағдай келетін азаматтар, егерде 100 теңгеден немесе 1000 теңгеден көмектессеңіздер, 500 мың адам бізге солай көмектесетін болса, онда 50 миллион, 500 миллион болып кетеді. Ал ондай болатын болса, біз қазіргі жұмысымыздан 100 есе 1000 есе жұмыс істей аламыз. Тек қана егерде айында тұрақты түрде бізге жаңағы адамдар 100 теңге немесе тұрақты түрде 1000 теңгеден бере алсаңыздар, немесе кімнің жағдайы қалай болады? Тұрақты түрде көмектесе алсаңыздар, әркім мүмкін біреу одан аз, біреу одан көп. Бірақ тұрақты түрде болатын болса, бізге сол көмекпен ақ біз бірталай жұмыс істей аламыз. Біз сіздерді жаңағы Украинада мен орыс соғысы сияқты қан майдан қайдап салайық деп жатқан жоқпыз. Біз сіздерге қауіпті бір жерге, қауіпті жұмысқа айдап салайық деп тұрған жоқпыз. Бейбіт түрде бізге тек қана бізге мүше болып, санымызды көбейтіп, және қолдарыңыздан келген ең төменгі деңгейдегі көмектеріңізді атай алсаңыздар, сол біздің мына елдігімізді қорғауға қосқан үлестеріңіз болады. Ал сіздер қолдай алсаңыздар, біз кіммен болса да айқасуға, осы елдікті қорғау үшін кіммен болса да жұлысуға дайынбыз. Мейлі орысың болсын, мейлі Қытайың болсын, барлығында өздерінің бұрынғы мекендеріне қайтарып, тәуелсіз даламызды өзіміз шын мәндегі тәуелсіз ел құрып, дүркіреп, баяғы кездегідей жаңағы емін-еркін, ешкімге жаутақтамайтын шын мәндегі тәуелсіз ел құра аламыз. Біздің сондай мүмкіндігіміз бар. Тек сіздер қолдасаңыздар болды. Біз осы білесіздер, біз ұйым кезінде қаншама тәжірибе жинадық. Жаулармен айқасу тәжірибесін жинадық. Сатқындармен айқасу тәжірибесін жинадық. Сатқын билікпен күресу тәжірибесін жинадық. Халықаралық құқық қорғау ұйымдармен, халықарадағы саясаткерлермен қалай сөйлесу жағынан да тәжірибе жинадық. Біздің командамыз дайын саяси партия, яғни саяси партияның командасы дайын. Және сіздерге қызмет етем деген жаңағы белін бекем буып, елді қорғауға дайын. Ал енді сіздер дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар, онда жаппай Атажұрт партиясына мүше болыңыздар. Ал енді бізге мүше болам деген азаматтарды жергілікті жаңағы Мұқаев Серікбай сияқты қысымға алуы мүмкін. Қысымға алғанда итжеккенге айдап жібермейді. Бір ауылдың жаман участковый келу мүмкін. Ойбай, сен тіркелмеген партияға мүше болсың. Сені айтып жүрем, бүйтіп жүрем. Оған түсіндір. Біріншіден, біздің Атажұрт партиясы ешқандай да экстремистік террористік партия емес. Біз елдің ертеңіне алаңдап жүрген, қазаққа, халыққа қызмет етейін деп жүрген партиямыз. Ал енді керісінше ол кімге қызмет етіп жүр? Соны есіне салыңдар. Біздің қазіргі биліктің айтағымен халыққа, белсенділерге қырғидай тиіп жүрген, жаңағы полиция болсын, кембің болсын, олар мемлекетке қызмет етіп жүрген жоқ. Соны айтыңыздар, беттеріне айтыңыздар. Олар осы мемлекеттік билікті күшпен жаулап алған бір топ қарақшыға жұмыс істеп жатыр. Соны айтыңыздар. Егерде оған көнбей жоқ деп тағда арғарай өз жұмысын жалғастыра беретін болса, сол адамның аты жөнін суретімен қосып ең жақсы бізге жіберіңіздер. Біздің жаңағы осы сатқындар жөнінде жинап жатқан, өзіміздің тұрғызып жатқан архивіміз бар, сол архивте сақталсын. Сонымен бірге, мынау әр ауданның
өзінің топтары бар, WhatsApp топтары бар, басқа да чаттары бар. Әсіресе Қытайдан келген қазақтардың. Сонымен бірге басқа да бір класстастардың чаты бар. Біреудің жұмыстастардың чаты бар деген сияқты. Біреудің жаңағы армияда бірге болғандардың чаттары бар болуы мүмкін. Сол чаттарда отырып, Қытай келгені жақсы болды деп Қытайды жақтап отырған. Кім мына ұлттық идеяны, тәуелсіздікті сақтап қалайық десе, территориямыздың бүтіндігін сақтап қалайық, шапқыншыларды, тырнақшаның ішіндегі өтірік инвестор атымен келіп жатқан шапқыншыларды кіргізбейік деген айтқандардың балағынан алып, сол шетелдіктерге, шапқыншыларға қызмет етіп отырған немесе қазіргі біздің билікке қызмет етіп отырған кісілердің барлығының аты жөндерін бізге жіберіп отырыңыздар. Біз архивке қосамыз. Кім, қалай, не болды? Айғақтармен қосып, не сөйледі, не жазды. Сол арқылы жаңағы қазіргі біздің халықтың демократиялық күресіне кедергі жасап, зұлымдық істеушілердің, халыққа қиянат істеушілердің жанында, солардың жағында болған шолақ белсенділерді келешекте біз халықтың алдында міне деп көрсетеміз. Сол сатқындар білсін, сол сатқындар келешекте халық бетіне түкіретінін білсін. Сол сатқындарға халық қызын бермейді, сатқындардың қызын алмайтын дәрежеге жеткіземіз. Сондай жағдайға түсіреміз жаңағы сорлыларды. Бүгін биліктің айтағымен халыққа белсенділерге қысым түсіріп жүрген сұмырайларды сондай жағдайға, сондай сорлы жағдайға түсіреміз. Өлем десе өле алмайтын, өмір сүрем десе өмір сүре алмайтын жағдайға түседі сол кезде. Сүйектеріне, жеті атасына дейін кетпейтін таңба болады. Біз сондай архивке кіргіземіз соларды. Сол архив арқылы халық оның бетіне түкіреді. Оған да көп қалған жоқ, жақын арада. 1-2 жыл ұзаса. Сондықтан жаңағы біздің Серікбайды, Мұқаев Серікбайды соттап отырған судья, жаңағы участковый, жала жауып тұтқындап берген участковый болсын. Соны жаңағы 5 күнге соттаған прокурорың болсын, барлықтарыңыз келешекте халықтың алдында жауап бересіздер. Сіздердің ұрпақтарыңыз сіздерден сұрайды, сендерден сұрайды. Сен неге сол кезде сатқындар жағында болдың деп. Соған не деп жауап бересіңдер, соған дайын болыңдар. Сондықтан біздіге мүше болған азаматтардың құқығын біз қорғаймыз. Керек болса халықаралық дәрежеде қорғаймыз. Және сіздер де қайдағы бір жаман участковойдан қорқып қалмаңыздар. Біз бірлікте болғанда ғана барлығым күштіміз, бірлікте болғанда ғана жеңіске жетеміз. Жалпы Қазақстан азаматтарын осы Атажұрт партиясына мүше болуға және бізді қолдауға шақырамын. Біз қазір өте қиын жағдайдамыз. Елдікті сақтап қалу, не болмаса елдікті қолдан жіберу, тәуелсіздік болып жалғасты өмір сүру немесе тәуелсіздіктен айырылу, осындай бір шешусіз сәтте тұрмыз. Сондықтан барлық азаматтарды, Қазақстан азаматтарын осы бізбен бірге күресуге шақырамын. Атажұрт партиясын қолдаңыздар және Атажұрт партиясы арқылы жеңіске жетесіздер. Біз жеңіске жетеміз. Сондықтан тек қана үйде мынау не болды деп ой соқты болып жата бермей, бізге мүше болыңыздар. Ал енді Атажұрт партиясына мүше болам, тіркелем деген азаматтар маған хабарласыңыздар. Менің аты жөнім Бекзат Мақсұтханұлы, мен Атажұрт партиясының жетекшісімін. Менің номерім 8707 604 73 96. Тағы да біздің басқа мүшелерімізге хабарласуларыңызға болады. Біздің видео каналдың астында ашсаңыздар, адамдардың біздің сенімді уәкілдеріміздің номерлары болады. Сол арқылы бізге хабарласа аласыздар, тіркеле аласыздар. Және біздің жаңағы Тілек Ниязбек атындағы Каспий Голд карточкамызды да сол жерден таба аласыздар. Біз жұдырықтай жұмылып тәуелсіздігімізді қорғайық. Атажұрт партиясымен бірге болыңыздар. Күш бірлікте. Және біз жеңіске жетеміз. Аман сау болыңыздар.